Қайырлы күн баршаңызға. Тест-центр сайтына педагогтардың білім бағалау немесе ұбт тапсыру бойынша өтініш беру үшін былай кіреміз. Гуглға тест-центр кезек деп жазамыз. Бірінші тұрған үстін басып, жеке кабинетке кіреміз. Мұнда өзіңіздің электронды почтаңыз бен құпия сөзіңізді жазуыңыз керек. Осындай бет ашылады. Осы кезде міне педагогтардың білімін бағалау, ұлттық бірыңғай тестілеу. Осы жерден өзіңізге қажетті тесттің түрін таңдап аласыз. Педагогтардың білімін бағалау десек, осылай шығады. Осы жерде мектепке жұмысқа кіруге немесе категория алу керек болса, жалпы білім беру ұйымдарын таңдаймыз. Ағымдағы жұмыс орны. Қазір тест тек педагог статусын алатындарға ашық тұрғандықтан осылай шығады. Жолдардың барлығын толтырып аламыз. Бұл жерге университетке түскен жыл мен бітірген жылды жазып қоямыз. Тестілеу блогы, тест тапсыру тілі, облысы, уақытын, өзімізге ыңғайлы уақыттарды таңдап болып, мүгедектігі бар тірек қимыл аппараты қажет болса, яны болмаса жоқты басамыз. Келісемін деген птичка ұрамыз. Өтініш беруді бастақ, бізде өтініш беріледі тест тапсыруға. Міне, мына жерде шығып тұрады. Өтінішті өңдеуге немесе жойып тастауға болады. Назарларыңызға рахмет.